Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген: қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ бәл ұйқым, ұйықтайтын бар не сиқым. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байға аңғалым, жаттылар жанашырды, досылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар ағамды. Аю үшін бағында саңғандар, қою үшін де тонында ағын сатқан, құлданған санасы. Ел мен ер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың? Мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, ауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Сенім бер алсам бередім, жемен жеріңе дәруің болсам дедім. Қуатты шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты. Күндер өтер, жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген. Алдаспан айбарды жыр жауыңа сермеген. Асыл еліп сүйеніш асқарым, қайсар қалқыңнан айныма мұңарта бер, айбарлы асқағым. Жауыңа мұңарта бер, серпілсін аспаның. Серпіліп көк аспаның, сергісін санасы. Ел мен ер біз аманат, алаштың баласы. Ел мен ер біз аманат, алаштың баласы.